ауыз ашар, бармасаң ұят, сонымен сондай бір ыңғайсыз не сіздерге жағдай болып қалды. Мен кешігіп қалдым, кешірім өтінем. Енді бірінші қатысып тұрған адамдар болса, немесе осы Ливгудқа келгелі әртүрлі ой ойлап жүрген адамдарға бүгінгі тақырып, бүгінгі күні не үшін Ливгудты таңдау керек, сол туралы болады. Мен Серік Айтбалаев, мамандығым экономист. Сетевой бизнеста жүргеніме уже 20 жыл болды, соның 18 жылын Тяньши компаниясында, продуктовый компания. Сол жерде 18 жыл болдым. Өте көп тәжірибе алдым. Сосын витаминдердің қандай болатынын, денсаулыққа қаншалықты әсер ететін, сол туралы енді көптеген лекцияларға қатыстық. Небір мықты ол кезде Қытайдың профессорлары да келетін. Жалпы Тяньшида істеген адамдардың барлығы бір кісідей денсаулықты қалай күту керек екенін біледі. Сосын Тяньши компаниясында оқыту жүйесі өте жоғары деңгейде болды. Ол кездері шетелден көптеген мынау бизнес әлеміндегі атақты кісілер, Брайан Трейси, Джон Кеха, Смилия Мори, өзіміздің көптеген осы тренерлердің барлық сондай оқыту жүйесіне сабақтарына қатысу арқылы бізде кәдімгідей тәжірибе жиналды. Енді ол әрине өте керемет, мен оған енді ешқандай өкінбеймін, көп тәжірибе жинадым. Тяньшиға дейін менде традиционный бизнес дейді ғой, енді қазір традиционный бизнес дейді. Ол кезде біз кәдімгі базарда мен қант сататынмын. Қант сатқанда басында аз-аздан бастадым да, бір жылдың көлемінде қантпен осы Жаркент, мен Жаркенттікімін ғой, Жаркент ауданын қамтамасыз ете бастадым. Ол кезде оптым деп айтатын, Аптавик деп айтатын, сол Аптавик болатынмын. Сол кездермен ойлайтын, енді бітті, енді осы сауда осылай жүреді екен, байыған үстіне байи береді екенсің деп ойлаймыз ғой, енді ақша түсіп жатқаннан кейін. Бірақ 95 жылы 5 апрельде девальвация болады Қазақстанда. Теңге құнсызданып, бірақ күнде 100% құнсызданып кетеміз. Сондай болады да, мен ақшамның 50%-ын жоғалтып аламын бір түнде. Бір түнде мен шешім қабылдадым, болды, енді мен бизнеспен айналыспаймын. Сонша еңбек, қанша жылға еңбек, еще Аптавик болып тұрып, бір кәдімгідей аудан, сол жақта ауданды қамтамасыз етіп тұрған, бір түнде сол бизнестің пайдасынан айырылып қаламыз да. Соны ойландым, бітті, енді мен бизнеске бармаймын, кәдімгі жай адамдар сияқты деп ойладым. Сондай ойда жүрген кезде мен енді Алматыға көшіп келдім. Алматыға көшіп келгеннен кейін баспана жоқ. Мен үйлендім, сосын үйленгеннен кейін квартира тұрамыз ғой, енді Алматыда кез келген жаңадан келген адамдардың бәрі квартирада жүреді ғой. Сол квартирада жүрдім, где-то 1,5 жылдай. Сразу ойладым, жоқ, мен енді бір баспана керек. Баспана керек болғандықтан әртүрлі жолдарды қарап ой кетті да, енді маған мүмкін мынау недвижимостьпен айналыссам, жер алып үй салсам бекен, жоқ үй алып үй сатсам бекен. Сондай бір ойлар келіп, соның 2 бөлмелі общежитие сатып алдым Алматыдан. Содан 1 жыл ма, 1,5 жылдан кейін оны сатып 2 бөлмелі кәдімгі квартира, общежитие квартира өттік.
Оны сатып, ол Алматы төмен жағында, аэропорт жақта ВАЗ дейді, білетін Алматыдағы кісілер біледі, ВАЗ жақта, Чайка дейді, сол жақта алдында. Сосын оны сатып, 12-ші микрорайон, жоғары жақта, Шаляпин аталады. Сөйтіп мен біраз недвижимость алып сатып, біраз кәдімгідей жақсы пайдаға шықтым. Тіпті бір үйді алдым, бір үйді алған кезде $27,000 алдым да, бір жылдан кейін уақыт өтеді ғой, бір жылға дейін, мысалы, налог 10% төлейсіз, бір жылға дейін. Бір жылдан кейін сатсаңыз, налог төленбейді. Сонда $27,000 алып, ол біраз жыл болып кетті, ол 2005 жылдар ғой. Мана бағанағы үйді мен 60,000-ға. Жоқ, қазір айтамын сізге. Так, 67,000-ға сатыптым мен сол кезде. Сонда ойладым, мен бар ақша осы недвижимость екен ғой деп. Бітті, енді үй алып сатам деп. Ол кезде де сондай бір шешім қабылдадым. Бірақ сол үйдің сделкасы дейді ғой, нотариус арқылы немесе банктен ақша шығарасың. Сол кезде бір апталық момент болды да, ақшам күйіп кетеді, немесе ақшалы болам дегенде. Сонда мен бір апта бойы ұйықтаған жоқпын, сезесіздер ме? Енді ол кезде ақшаның құнды кезі 2005 жылдары ғой. Ойладым, бітті, енді мынадан не қылсам, мен енді уже вообще 0 болады да, енді сонша табыс келіп. Жоқ, енді Құдайға шүкір, ол кезде бәрі дұрыс болды. Үйді алдым, енді одан арға кетті. Бірақ тағы да сол жерде бір шешім қабылдағаным, үлкен бизнеске бару, нар тәуекел керек еткен жерде сізде не бүк, не чік дейді ғой. Или конкретно ақша табасың недвижимостьта, или далада қалып қоясың. Немесе баға резко түсіп кетеді. Нарыққа сіз иелік ете алмайсыз, ықпал жасай алмайсыз. Сондықтан мен ойладым, жоқ, енді мен не істесем екен? Үймен алып сату жақсы бизнес. Енді мен оған сенім түрде айтам, бірақ тәуекелі жоғары да. Бірақ күнде сіз үйсіз қалып қалуыңыз мүмкін. Сондықтан ары ойлап, бері ойлап, уже басқа қандай бизнестің түрі бар деп ойланып жүрген кезде, как раз осы Тяньши компаниясы жолықты. Мен қайынбикем арқылы келдім. Өнімін жақсы деп не алды да. Ол кезде енді келдім, бірден кірісіп кеткен жоқпын. Әлі де басқа бизнестерді ойлап жүрдім. Жер алып үй салам, анау деп. Ол кезде білесіздер ме? Бірнеше вариант. Тяньши болмай қалса, мына вариант бар, немесе мына вариант бар деп сөйтіп оймен жүрдім да. Бірақ Тяньшида енді жақсы болды. Тяньшида команда болды. Командада ол кезде бізде товарооборот қой. Товарооборотқа путевка беретін шетелге. Бағанағы алдында мен бизнес жасап жүрген кезде ақша болды, көп ақша болды, бірақ ешқашан шетелге өз ақшаңды қиып бару деген жоқ екен ғой. Түскен ақшаны оборотқа жібересіз, сөйтіп жүріп уақытың өтіп кеткен білмейсіз. Ал енді мында Тяньшида уже қандай да бір товарооборот жасасаң, шетелге путевка. Содан не керек? Қытайға 3 рет барып келдім, путевкамен. Сосын бір жылдар бір жақсы бір товарооборот жүрген кезде Испанияға барып келдік. Тегін жолдама компания Тяньшидің атынан. Енді біраз жерлерге бардық. Ол жақсы, әрине шетелге шыққан жақсы, бірақ товарооборот қазір таң қалам. Сол товарооборот қалай жасағанбыз, не деген товарооборот. Енді ол жасыратыны жоқ. Мысалы, 6 ай бойы айына $20,000 объем беріп тұратынбыз. Қазір ойласам, адам сенгісіз нәрсе да, $20,000 ай сайын команда жасайды да, 6 ай бойы сон. Сол кезде біз Испанияға бардық, 15 адам премиальный алды, үшеуі $5,000 алды.
В общем, сондай бизнесті әбден уже аяқ жағына келген кезде тоже ойладым, жоқ, мынау бизнес қиындап барады. Өйткені баяғы 20 мың емес, 2000 доллар товарооборот жасаудың өзі оңай болмай қалды да. Ол кезде де ойлап жүрдім, енді не істеймін? Бұрынғы менде тәжірибе бар, иә, бизнес жасауға болады, базарға кетіп қалуға болады. Көп елдер айтты, енді сенің тәжірибең жетеді ғой, кезде Алматының несіне кірсең, арғы алып кетесің деп, Қытайға кіру деп. Ары бері ойлап, тағы да таңдау болды, СТО ашам дедім, СТО. Алматыда машина көп, ремонтқа сұраныс жоғары деп СТО аштым. Одан халық көп қой, таксопарк. Таксопаркке 2 машина алып, 2 машинаны таксопарк қылып жібердім. Сөйтіп, неше түрлі ойлап жүрген кезде, осы маған тәлімген хабарласады да, осындай жаңа компанияда. Мен айттым, мен көрмеген бизнес жоқ, сетевойдың бәрін білем, барлығына товарооборот бар, онсыз жасамасаң сенде табыс жоқ деп, уже шешім қабылдап, екі қолын төбеме көтеріп, жоқ деп сөйтсем, бір рет көріп, жай ғана көріп шығыңыз деді. Алдында ролик жарты сағат көріп шықтым да, таң қалдым. Орыстар айтады ғой, шок болдым да, шок. Қалай сонда мынандай бизнесті осы заманда осындай бола ма? Мен шок қылған нәрсе, бірінші естігендегім, товарооборот керегі жоқ, бірақ кәдімгі сетевой бизнес, өнімі бар, тіпті өнімі ешқандай қоспасыз. Бағана біз тәншіл алған путевкалардың барлығы продукцияның үстіне қосылған үстеме баға ғой. Сол арқылы бізде доход болатын, сол арқылы путевка алынатын. Ал мына жерде сізге ешқандай үстеме бағасыз, маркетинговая наценка деп айтады ғой. Сонда сол үстіне қосқан бағаны кез келген 100 компания бар болса, солардың өніміне қанша қосылады үстіндегі баға. Мысалы, айталық, 10 доллар тұрса өнім, оған 40 доллар сатса, үстіндегі 30 доллар, мынау, бар сетевой компаниялар 30 долларды бөледі. Путевкасы бар, машинасы бар, самолеты бар, кәдімгі лидерларға ай сайын беретін, миллиондап беретін ақшаның бәрі сол 30 долларға кіреді да. А мына жерде Лидвудқа келген кезде таңғалған, сол наценка жоқ. Мен қатты таңғалдым. Как это так? Продукция бар, қандай пайда деймін да, қандай пайда, егер де сен продукцияны өткізіп үстіне ештеңе қоймасың. Өйткені мен бизнесте жүргеннен кейін обязательно үстіне хотя бы 1 теңге қосасың ғой. Ана жерде ондай жоқ. Қатты ойландырды. Түнімен уже ұйқыдан айырылдым. Таңертең тұрдым да, мен осы бизнесті онда таңдадым, болды. Шынымен де осы заманғы, қазіргі күнгі заманауи бизнес керемет нәрсесі, миссиясы да. Миссиясы өнімді өзінің завод бағасы дейді, завод бағасымен халыққа ұсыну, және соны ұзақ уақыт бойы соны қымбаттатпай сол халыққа тұтынуға беру да сол өнімді. Миссиясы керемет. Ондай миссия жоқ. Мысалы, мен бағана айттым ғой, 100 компания бар деп. 100 компания барлығында міндетті түрде бірақ продуктын қосып сатасыз. Онсыз бизнес болмайды. Онсыз лидерларда табыс жоқ та. Мына жерде ондай товарооборот қажет етпейді. Өнімді алсаң ал, алмасаң өз еркің. Бірақ өнім қажет. Өнім өте жоғары сұраныста. Кейін келіп, маркетингті түсіне келе, менің ұққаным, мұндағы негізгі өнім, бағана мен айтып отырған витаминдер, немесе товарооборот деп айтып отыр, ондай емес. Мұнда негізгі өнім, мынау мүшелік жарна. Орысша айтады ғой, членство, 10 долларов деп. Сол 10 доллар төлейтін мүшелік жарна арқылы кез келген серіктес осы бизнесте бірінші кезекте өнімді 75% басқалармен салыстырғанда ала алады. Екіншіден,
уақыт өте келе бұл американдық жүйе болғандықтан сіз қазір тіркеліп қойсаңыз, енді Американ өздері компания реклама жасап жатыр. Сол реклама жасау арқылы басқа да клиенттер келеді. Ол клиенттер әркім компьютер бойынша өзінің орнын алады. Өзінің орнын алған кезде сол орын сізден кейінгі орын болса, содан компанияның өзі бонус төлейді. Кэшбэк дейді, әртүрлі айтады ғой қазір. Сол бонус қой, біздіңше айтқанда бонус төлейді, ол 25 цент. Өте жақсы, енді гениальный деп айтады, солай қылып ойлап тапқан. Мен таңғалып отырмын ғой енді, бірақ бұл жүйе Америкада 30-40 жылдан бері жұмыс істеп келе жатыр. Членство, немесе бизнес на подписке дейді. Тіркелу арқылы жүретін бизнес. Оны о баста Costco деген компания бастаған. Costco ол 40 жыл болды істеп жатқанына. Қазір 130 миллиондай подписчиктері бар. Подписчик дегеніміз ай сайын міндетті түрде өзінің мүшелік жарнасын төлеп тұратын адамдар. Не үшін төлейді? Өйткені бағана Costcoда продуктовый магазин ғой, сол жерде кім $10 төлейді, жылына бір рет, мысалы $100 төлеп қойдыңызда, сол жыл бойы бағанағы Costcoдағы өнімдерді жарты бағасына акциямен үнемі жеңілдікпен алып отырады. $10 төлеу арқылы ол бір жылда $1000 экономдауы мүмкін да. Тек қана пайдасы бар. Сондықтан бұл шетелде өте жақсы, Америкада жоғары деңгейде осы членствоны қолға алған, оның пайдасын уже халық түсініп қойған. Сондықтан енді Америкада айтады ғой, если ты сэкономил $1, то ты заработал деп. Өнімнен сіз айталық 5000 теңге жеңілдікпен алсаңыз, сол сіздің табысыңыз болып есептеледі ғой. Ал енді өнім бүгінгі күні өте қажет. Ешкімге құпия емес, қазір өкінішке орай сау адам жоқ. Сау адам енді өте сирек, олар витаминдер, БАДы дейді ғой, осы тамақ қоспасы ішіп жүрген адамдар. Өйткені күнделікті тағаммен біздің витаминдер алмаймыз. Сондықтан мынау кәдімгі мына Ливгудтың бүгінгі бастап отырған ісі ұзақ уақытқа құрылған. 50 жылға, 100 жылға құрылғанда алғашқы болып осы бизнесті бастаған Ливгуд қой. Әрине, бір 5-6 жылдан кейін осындай компаниялар болады. Осыны қайталайтын, осыны арғарай жалғастыратын неше түрлі компаниялар болады. Бірақ қарлашы немесе алғашқы осы бастаған Ливгуд болғандықтан мұндағы мүмкіндік қазір 1%-те ғой. 1% дегеніміз қазір кім тіркелді? Жүйе ол қазақша айтқанда кезекке тұру ғой. Әркім келді, компьютерға тіркелді. Ливгуд клубында сіз қазір тіркелдіңіз, сіздің орныңыз мысалы 500 мың орында, 500 мыңыншы орында тұрсыз. Сол орныңызды продукция алу үшін жеңілдікпен $10 үнемі төлеп тұруыңыз керек. Негізгі өнім сол мүшелік жарна. Ал енді өнімді аласыз ба, алмайсыз ба, немесе адам шақыру дегенді де білесіздер ғой. Адам шақырасыз, шақырмайсыз, оны да өзіңіз білесіз, өз еркіңізде. Бірақ мүшелік жарнаны міндетті түрде төлеп тұру керек. Өйткені сіз сол мүшелік жарна төлеу арқылы өнімдерді 75% арзан аласыз, және өте жоғары сапалы өнімді аласыз. Тағы да айтам, бұл жерде органикалық деген сөз бірінші келген кезде Ливгудтың клубындағы өнімдер органикалық. Ол не деген сөз? Енді БАДы білеміз, барлық компания, мысалы 1000 компания болса барлығында БАДы бар. Бірақ именно Ливгудтың өнімі органикалық деген кезде сол кезде түсінгенім, органикалық өнім дегеніміз ешқандай қоспасыз, консервант дейді, неше түрлі красительдер дейді, негізі баттары қосылады екен. Оны мен білмеймін.
ойладым ғой енді баттардың бәрі сондай десем, сөйтсем жоқ, оларға да баттарға қосады. Ал мына Ливгуд клубында соның қосылу қосылмауын тексеретін органдар бар. Америкада, иә, тіпті сертификатты ауыл шаруашылық министрі береді. Ол анау өнім қай жерде өсті, қандай анандай құнарлы жерде өсті, соның бәрі түгел тексеріп барып сертификат беріледі. Өнімнің сапалылығы, өнімнің құндылығы соған байланысты болып тұр да. Сондықтан бұл жерге компанияның основательдері Бенглинский, Наудер Хазан ғой. Өнімге байланысты болғандықтан Америкада андай адамдар болады, рейтинг жоғары. Олар ешқандай, мысалы, витаминдерді тексерген кезде ешкімнің сөзіне қарамайды, өзінің мықты бір ұстанымы бар адамдар болады да. Өздерінің принциптары бар ғой. Мысалы, сондай адамдар Америкада да болған. Ол осындай витаминдер тексеріп жүретін, немесе сапасын қатты қадағалайтын Райан Гудкин, сол кісі өте қатал. Сондай компаниялар тексереді, иә, кез келген компания тексереді да, минустарын шығарып, сартылдатып, сол кәдімгідей соған қарсы болған адам ғой. Оның әйелі, жолдасы Лиза Гудкин. Ол кісі де осы витаминдермен қатты зерттеген. Сол Америкада белгілі сол екі кісі болған. Именно витаминдерге қарсы шығып жүретін кісілер ғой. Сондықтан сол именно сол кісілерді Ливгудқа серіктес ретінде шақырады. Сіздердің тәжірибеңіз мол, сіздердің мынау сапаға қатты көңіл бөлетіндеріңіз соншалық, біз осы клубқа витамин өндіреміз, соның басқасында ең жоғарғы тексеруші сіз боласыз деп, именно сол екі адам шақырады. Америкада ол екі адам жақсы таниды. Оларды кез келген компания келген кезде қорқады. Потому что олар кез келген витамин тексереді да, минустарын шығарып береді. Мына жерде құрамын өте жақсы біледі. Алғашқы витаминдер өндіре бастаған кезде, сол Лиза Гудкин мен Райан Гудкин өз семьяларына өздері қолданады. Қаншалықты әсері бар, немесе кері әсері бар, иә? Қазір детский витаминдер, балаларға арналған нелерді шығарып жатыр ғой. Соның бірінші балаларға береді, өздерінің балаларына береді, немесе кәдімгі өздері танитын мектепке барып беріп, тексеруден өтіп, шынымен де сапалы ма, шынымен де денсаулыққа кері әсер жоқ па деп, сондай зерттеулерді өткізіп барып, сосын 200 мемлекетке таратады. Бір қуаныштысы, біздің өнімдердің басқасында сондай адамдар тұр. Басқа компаниялардың өнімдері қандай екенін білмеймін, бірақ біз Ливгудтың өніміне толық сенімді болсаңыз болады. Өйткені бағанағы елдің бәрі қорқатын, елдер осы Райан Гудкин келіп тексермесе екен деп жүретін адамдар ғой, басқа компания. Сол осы біздегі өнімдердің басқасында жүрген адам. Сондықтан бірден бір себеп бүгінгі Ливгудты таңдау, ол осы өнімнің жоғары сапалы екеніне көз жеткізу, және именно сол Райан Гудкин мен Лиза Гудкин бізде болып тұр. Олар бізге дейінде көптеген сондай проектілерді басқарды. Олар көбіне көп тексеруші, сапасын анықтайтын сондай кісілер болған. Ал бүгінгі күні ол біздің қуанышымызға орай бізде серіктес, және тура сол өзінің принциптарын өзгертпеген, өнімге, әрбір өнімге өте жоғары деңгейде тексеріс жүргізеді, өздері тексеріп алып, сосын ғана халыққа ұсынады. Сол үшін өнімдеріне 100% сенсеңіздер болады. Енді екінші бір нәрсе, мұнда өнімнің жақсы екеніне көз жеткіздік. Бағанағы мүшелік жарна бар екенін білеміз. Ол жарайды, Қазақстанда жаңадан келген көп адамдар әлі түсінбейді, бұл бизнес бар ма, жоқ па, не бизнес деп. Ал Америкада 30-40 жылдан бері өте қарқын түрде дамып келе жатыр. Одан кейін, Косткодан кейін Амазон тіпті
Вообще Коскадан да асып кетті. 200 миллионнан асып кетті подписчиктері. Оларда ай сайынға төлемі $15. Түсінді. Американың халқы осы подписка мен бизнес өте тиімді, халыққа да жақсы, и клубтың өзіне де жақсы. Сондықтан қазіргі енді міне қолға алып келатқан осы бизнес на подписке немесе мүшелік жарна төлеу арқылы бизнес жүргізу қазір модада десек болады. Қазақстанға енді келді. Енді түсіндіру жұмыстары әрине болады. Бізде жаңалық, қалай енді ол деп, сен продукцияңды әлі де сұрайтындар бар ғой. Қалай енді сен өз бағасына берсең не қалды дейді. Қандай пайда саған? Сен продукттың өз бағасына бердің, не болды ал? Баяғыда біз енді кәдімгі продуктовый компанияларда үстіне ақша қосылады, білеміз ғой, процентпен есептеп отырасың, мұнша түседі. Мұнда жоқ. Сондай адамдар келеді ғой, солар айтады, қалай мен сонша товар өткізсем, маған пайда жоқ па сонда деп. Жоқ, пайда жоқ, потому что ол маркетингте солай, ешқандай үстеме бағасыз халыққа ұсынып отырған қолжетімді бағада, сапасы жоғары, бірақ табыс көзі бар әрине. Ол үшін сіз компанияға серіктес болуыңыз керек. Серіктес болып, $40 бір төлесеңіз, сіз осы клубтың дүниежүзілік товар айналымнан алатын 2%-ті әрбір партнер соған бөліп береді. Оның өзінің жүйесі бар. Мысалы, қазір 1.700.000-нан асты. Сол 1.700.000 адамға клуб Livgood дүниежүзілік товар айналымнан 2%-ін серіктес ретінде. Кім $40 төледі, соған ай сайын үлестіріп береді. 2%-ін. Ол сізден кейінгі кез келген партнер, мейлі сіз өзіңізді туысыңызды шақырыңыз, болмаса, енді бармыз ғой, бәріміз өзіміз туысымыз, жақындарымызды жазып қойдық қой. Осы сол адамдар болсын, немесе рекламадан келген адам болсын. Сізден кейін орынға тіркелсе, содан сізге 25 цент 10 жыл, 20 жыл сізге төлей береді. Өйткені клуб қаншалықты өмір сүреді, соншалықты сізге ай сайын сол төленіп тұрады. Айталық, Коскода сіз 40 жыл бұрын тіркелген болсаңыз, сосындай метод болған болса, сіз 40 жыл бойы содан бағанағы 25 цент алып отыратын едіңіз. Бірақ олардан айырмашылығы Livgood'та серіктестік программасы бар, ал Costco болсын, Wildberries, Amazon, көп қой, Walmart, көп деген сондай осындай бизнес подпискеден өте көп табыстар жақсы, бірақ оларда серіктестік программасы жоқ. Оларда бір иесі бар. Costco'ның иесі біреуде, мысалы енді серіктестер немесе бірнеше акционерлер қосып, солар табысты өздері бөліп алады. Ал Livgood'та олай емес. Livgood'та кез келген серіктес келгеннен кейін сол бағанағы 2%-ті, 2,5%-ті ай сайын, мейлі даже 125 теңге алсаңыз да, уже 4 адамнан 500 теңге аласыз. Ай сайын сізге 500 теңге түсіп тұрады. Мысалға, оны сіз жылдар бойы аласыз. Мына жүйені, именно осы клубтың таңғаларлығы да жүйелі құрғаны, ешкімді, мысалы, мен мында тұрам деген еркі жоқ, кәдімгі робот қойып қойған компьютерға. Ол дегеніміз әділдік. Компьютер өзі рет-ретімен қай жерде бос орын тұр, соған тіркеп қояды. Ешкім міндеттемейді, тауар алып сат, адам шақыр демейді, бірақ ана орныңызда өзіңіз продукцияны арзан алу үшін ұстап тұрсаңыз, болғаны. Онда еркіндік басқа бизнесте жоқ. Енді қазір айтып отырмын, 20 жылдық тәжірибе бар. Енді біз бірақ продуктовый компаниясы істедік та енді. Сонда осындай бизнес бар екенін біз білмейміз ғой. Ал енді бүгінгі күні келген кезде көп адамдар түсініксіз, енді бәрінің айтатыны. Қалай сонда түк
продукт сатқаннан пайда көрмесе, компанияға убытка отырады. Компания ертеңгі күні қалай шығындарын өтейді дейді да, елдің бәріне беріп жатыр дейді. Бірақ біз көріп тұрғандай, Коскада адам көбейіп жатыр. Коска байып жатыр. Косканың бір айда табатыны 1 миллиард 300 миллион Коска компания. Амазондікі айына 3 миллиард доллар табады. Кезінде осындай подпискадан бастаған. Сол қазіргі міне күн өткен сайын дамып, өте көп табысқа шығып жатыр да қазір. Сол именно. Ал Ливгуд енді не бастады. Бар болғаны осы 2 жыл болды ғой міне. 2 жылдан өткен атап өтілді, білесіздер. Бұл Алла бұйыртса әлі 20 жыл, 30 жыл. Сол кезде міне қазір кісілер 30-та ғой, қазір осы сіздер айталық не қосыздар. Қалай болар екен? Орын төлеп жатырмын, 5,5 мың ба қазір, 6 мың дейші, 6 мың төлеп жатырмын. Не болады дейді, сондағы бұйыртса. Ертең күні осы уақыт өте келе, айталық 3 жыл өтсін, 3 жылдан кейін әрбір адамға бағанағы дүниежүзілік тауар айналымнан Ливгудтың айтып тұрған 2,5%-ін, ол 2,5% $10 төлейміз ғой бәріміз. Соның 2,5% ғой. $10-дың 2,5%-ін сізге төлейді. $10 бәрі төлейді, ал сол сізден кейін келген адамдардың бәрі әркім рет-ретімен орналасқан ғой компьютерда. Сода адам санына қарай ол өсе береді. Әрине, мұнда тез байып кету деген жоқ. Ол енді білесіздер ғой, қандай жерде тез байып кететін. Ондай емес, мұнда біріншіден шыдамдылық қажет, екіншіден кәдімгі өніміңізді алып, скидкамен, ай сайын мүшелік жарнаңызды уақытысында төлеп жүре берсеңіз, уақыт деген тез өтеді. Қазірдің өзінде міне уже 2 жыл деген бірден тез өтіп кетті. Енді 1-2 жылдан кейін осы бүгінгі жүрген адамдардың бәрі мейлі көп табыс таппасын, бірақ айына $100-200, $300 уже табыс таба бастайды. Ол бір қалай сол табысқа жеттіңіз, одан азаймайды, өйткені адамдар лек-легімен келіп жатыр. Лек-легімен қазір миллиондап уже рекламамен келеді. Мына осы жазда компанияның жоспары бойынша дүниежүзілік реклама жібереді. Барлығы мына өнімнің арзан екеніне, құнды екеніне, тіпті ол жерде қазір Америкадағы елдің бәрі танитын Райан Гудкиннің өзі реклама жасап жатыр. Сонда барлығы бірден осына келіп, миллиондап келген кезде бағана орындар толады. Әркім өзінің өнімін алады. Ешкімге қатысы жоқ. Біреуден пайда табады деген жоқ. Бірақ компьютер қарап отырады да, кім бірінші тіркелді? Мында қазір Гүлнар ханым тіркелді. Так, одан кейін өзінің өнімін алып жатыр. Так, мынадан кейін не? Мақсат мырза, Болат мырза келді. Сөйт, рет-ретімен бірінші тіркелген адамдарға өзінің бағанағы 25 центін компьютер өзі аударып отырады. Тіпті адамның да ықпалы жоқ. Бәрін робот өзі реттеп отырады. Сондықтан өте әділ бизнес бүгінгі күні шынымен де халықтық бизнес қой. Халыққа өте қажет, қатты бір анандай шарты жоқ та. Қайталап айтам, негізгі шарты бағана мүшелік жарнаны төлеп отырсаңыз, айына қанша 5,5 мың теңге ма? 5,5 мың теңгені төлеп отырсаңыз болғаны. Ал енді кейбір кісілер бар, жоқ, мен белсенді түрде жұмыс істегім келеді, мен статустар бар, бұнда статустар жапқым келеді десе, әрине ол кісілерде табыс ертерек болады, табыс жоғары болады. Ол әркімнің өзінің қалауында. Менің бүгін айтайын дегенім, бұл кез келген қатардағы кісілерге, обычно айтады ғой, сетевик деп айтады ғой, енді біз сетевикпіз, мысалы, енді біз сетевойда жүргенімізге 20 жыл болды, бірақ сетевик емес адамдарға да бұл клубтың пайдасы зор. Тіпті ешқандай команда құрмасаңыз да, бағанағындай өнімден сатпасаңыз да, жай ғана өзіңіз тұтынушы ретінде орныңызды сақтап, мүшелік жарнаның негізінде
бір жылға төлеп қойған жақсы да, бір жылға төлеп қойсаңыз $100, ол $20 эконом болады да, 2 айдың несі скидка болады. Сонда $100 төледіңіз, бір жыл 12 ай спокойно жүресіз. Менде бір кісілерім бар қазір, жақын кісілеріміз ғой енді араласатын. Ол кісілер өздерінің жұмыстары бар, мысалы бухгалтер. Осында мүшел жарнаны төлеп қойды бір жылға болды. И витаминдерін алып жүр. Мұнда не болып жатыр, қалай болып жатыр білмейді да, бірақ уақыт өте келе бағанағы компьютер өзі реттеп отырады да, кабинетке түсіріп отырады. Бағана 25 цент, 50 цент, $1. Негізі дүние тиыннан құралады деп айтады ғой. Сол осы бизнеске арналған. Тағы бір нәрсе бар, орыстарда айтады, время деньги дейді. Мұнда уақыттан ұту керек. Неғұрлым ертерек бағанағы өзіңіздің орныңызды тауып алып, сол орын сақтап, өнімізді алып жүрсеңіз болғаны. Уақыт өтелі көз ашып жұмғанша, мұнда осы жылдың аяғына дейін жоспар бойынша 3-4 миллион серіктес болады деп отыр. Енді қараңыздар, қазір 1.700.000 адам бар. Сол адамдар көп емес, 2 адам ғана шақырса, өзінің туыстарын, өзінің үйіндегі. Бәрін өнім қажет қой өнім. Сон 2 адам шақырса 3.400.000, сонда уже 5 миллион адам бұлай қара кеп тұр да. Уақыттың мәселесі өте жақын арада бұл клубта уже бағанағы Коска немесе Амазондағыдай подписчиктер көбейеді. Ол бүгінгі күні кім қазір осы клубта мүшелік жарна төлеп, әлі де шыдамдылық танытып, орын сақтап тұрса, сол адамдар соған Алла бұйырса жетеді. Енді әрине көп адамдар шыдам жетпей жатады. Мен деген уже 1 жыл болды төлеп жатырмын дейді, бірақ өнім алып жатыр. Өнім алғаннан кейін результат көреді, бірақ оны айтпайды да. Маған ақша түспейді дейді. Енді әрине ол адам ешқандай әрекет істемейді, бағанағы рекламаны күтіп отыр. Реклама ол компаниядан болады. Бұл жерде спонсор немесе тәлімгер деп жатады. Жоқ, олардың ықпалы жоқ, бағанағы орындар толатын компания өзі толтырады, өзі реклама береді, өзі орналастырады, өзі компьютер бойынша бағанағы бонустарын реттеп қояды. Адамның ықпалы жоқ та. Біреу алып қалтынан беріп, несе біреуге беріп ақша онда жоқ. Ақша айналым мұнда жоқ. Барлығын тек компьютер өзі реттеп отырады. Әркімнің өзінің кабинеті бар, жеке. Оған ешкімнің кіруге құқығы жоқ. Ешкімнің ол жерге мынандай ықпал жасап, немесе адамдардың битіп кетіп былай деген ондай да ықпал жоқ та. Сондықтан өте әділ бизнес бүгінгі күнгі бірден бір бизнес, шынымен де халыққа арналған, қол жетімді. Тіпті мұнда мен командамда апалар көп. Сол кісілерге өте тиімді. Ол кісілер жай ғана мүшел жарна төлейді, кабинетінен заказ береді, өнімді арзан алады. Тек қана соның өзі ертеңгі күні табысқа келеді. Тағы да қайталап айтамын, үлкен ақша, тез ақша мұнда жоқ. Мұнда уақыт өте келе компьютер өзі реттеп шығара бастайды. Клиент көбейген сайын бағанағы қазір бұрынғы тіркелген адамдарға да уже $5, $10, $20, $100 уже түсе бастайды. Ол уақыттың мәселесі. Осы жақын арада уже күзге дейін уже көре бастайсыз, адамдарға түсе бастайды. Жаңа жылға дейін уже алды жақсы табысқа шығады. Сондықтан егер сіздер осы клубта тіркелген болсаңыздар, құттықтаймын. Тіркелмеген кісілер болса, жақсылап ойлаңыздар, кім сіздерге ақпарат берді, осы туралы. Шынымен де жақсы өнімдер сапалы, қол жетімді және кез келген адамға ыңғайлы бизнес. Сол үшін сіздерді құттықтаймын. 1 сағат болып кетіпті. Бізде қазір тағы бір екінші бір жиналыстарымыз бар еді. Соған орай кешірім өтем. Осымен бүгінгі эфирімізді аяқтайық. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға көп рахмет. Мынау Рамазан айы құтты болсын, ұстаған оразаларыңыз қабыл болсын.
Алла осы бизнестің бар жемісін жеуге, статусты бриллиант дейді, сол бриллиантқа жетуге Алла нәсіп етсін. Көп рахмет көңіл қойып тыңдағаныңызға. Сау болыңыздар. Келесі эфирде жолыққанша, Алла бұйыртса, тағы да басқа ақпараттарды айта бастаймыз.